Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен Amaze атты 3D презентациясымен таныстырғым келеді. Ол презентацияда міне осындай әдемі анимациясы бар онлайн сервиспен таныстырғым келеді. Және сіздердің әрбір сабақтарыңыз осылай әдемі болып шығуын, 3D форматта көрсететін әдемі болып шығатын презентациямен таныстырамын. Ол үшін сіздер өздеріңіздің браузерлеріңізге amaze.com деп жазып алсаңыздар, және осы жердегі бірінші батырманы басып тіркелесіздер. Енді сіздер мына жерде ағылшынша шығып тұрғанға қорқып кетпеңіздер. Ол үшін мышканың оң жағын басып перевести деген сөзді қойып алсаңыздар болады. Көптеріңізде орысша шығуы мүмкін, менде қазақ тілінде тұр. Енді бұған тіркелеміз. Тіркелу үшін қыздар, сіздердің барлықтарыңызда gmail.com-дарыңыз бар, сол бойынша тіркелсеңіздер болады. Мен gmail.com-дарды басып, өзіңіздің gmail.com-ыңызбен тіркелсеңіз болады. Және асты бетін түсіп, разрешить деп бассаңыздар, осы сайтқа міне кіресіздер. Енді бұл жерде тағы ағылшынша болғандықтан мышканың оң жағын басып, қазақ тілге өзгертіп аламыз. Қарап тұрғандарыңыздай осындай презентация, веб-сайттар, әртүрлі шаблондар болады. Енді мен сіздерді қалған презентацияның шаблондарды артынан таныстырып өтейін. Бүгін презентациямен танысып өтейін. Презентацияның бетін басқан кезіңізде осындай бет ашылады. Жақтарыңызға қарасаңыздар, әртүрлі саладағы білімдер және әртүрлі өнер және дизайн, маркетинг бәрі шығып тұрады. Соның ішінде өзіңізге керегін таңдап аласыз. Бизнесмен болсаңыз, бизнес таңдайсыз. Енді бізде көбінесе мұғалім болғандықтан осы мұғалімді басып және 3D-ні басасыздар. Сол кезде бізде білім туралы бет ашылады. Міне көріп тұрғандай. Енді мен сіздерге жаңа көрсеткенім қораптан тыс болды. Енді мен сіздерге екінші бетті көрсетейін. Және осы жерде біз мышканың оң жағын басып тілге ауыстырып алайық. Жоғары жағы бізге түсінікті болу үшін міне сіздерде осындай бет ашылады. Осындай бет ашылған кезде мына плюс батырмасын бассаңыздар, бұның қанша бетте тұратығыны көрсетілген. Қаншалықты сізге керек мәліметтің бәрі бар. Осы бойынша басып отырсақ, біздің слайдымыз шығады. Ол үшін мен сіздерге бірінші көрсетіп өтейін, осы не бойынша қалай жүреді. Біздің бірінші бетіміз осылай ашылады. Екінші бетіміз, міне көрдіңдер ме, қандай әдемі, сұлу және тақта керек болса әдемі болып шығады. Және қандай да бір сөздерді жазуларыңыз керек болса, міне сабақ жоспарларыңыз бойынша жазуға болады. Тағы мен мұнан көрсетейін, келесі бетте осылай болады. Тағы осылай міне карта туралы баса берсеңіздер, осылай өзгеріп шығады. Және әдемі сіздерге түсіп беріледі. Енді мен мына жерден таңдап алайын. Мысалы, мұнаны әдемі болып тұр деп. Енді өздеріңіздің сабақ нелеріңізге қарап жасайсыздар. Бұл жерде міне осылай беттер ашылады. Енді біз алғашқы бетімізге барамыз. Бұл жерде көргендегідей жоғары жағыңызда қарағандай, міне мәтіннің түрі өзгерген. Сурет салуға болады. Өздеріңіздің сабақтарыңыз бойынша әртүрлі YouTube-дан болсын, сілтемелеріңізді көшіріп қоюға болады, пішімдерін өзгертуге болады, олардың светін өзгертуге болады. Егер қате кетіп қалып жатса, қайтадан ізге қайтуға болады, көшіріп алуға болады, жоюға болады, және сақтауға және жүктеуге
және бұны бөлісуге. Қазір мен жоғары жағын артынан айтып отырмын, соқта түсінесіздер. Енді бізге осы свет келіп тұр. Егер біз мына жерде үстінен бассақ, міне, көрдіңдер ма? Осының үстін жазуға болады. Мысалы, мен информатика сабағынан беретін болған соң, информатика деп өзгертейін. Информатика деп өзгерттім. Бұл жерде сіздер шрифттарын да өзгертуге болады. Міне қарасаңыздар, текстің үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, сол бойынша жазуға болады. Және бұны әртүрлі, міне, жирный қылып көрсетуге болады. Курсорный дейміз ғой, қисайтып жазуға болады. Және астынан сызып қойсақ та болады. Курсорныйда астынан сызған, міне көріп тұрсыздар, мен курсорныймен қояйын, және бұны осылай қоюға болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне әртүрлі түске өзгертуге болады, қалаған түстеріңізге өзгертуге болады. Оны өздеріңіздің неңізге қарап көресіздер. Енді маған өзінің ақ светі тұрғаны ұнап тұр, осылай қояйын. Болмаса, қайтадан өзгертіп қойсақ та бұл асты сызылған, сызылмаған деп айттым ғой, міне. Мынандай қылып қойсаң да болады. Осылай қоя салайын, және бұны жоғары көтеріп қоюға болады. Мінекей. Әдемі шықты. Енді мына жерде сіз өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз болады. Ол үшін суретке барасыздар да, қалаған жерде, міне, неңіз бойынша, информатика пәні бойынша сурет қойсаңыз да болады, өзіңізді суретіңізді қойсаңыз да болады. Енді менде алдында жұмыс жасағандықтан, міне, өзімнің суретім шығып тұр. Қазірше сіздерге түсінікті болу үшін мен өзімнің суретімді қойып көрсете берейін. Міне, мына жерге енді тақырыптарыңызды бәрін өзгертуге болады. Тақырыптың ерекшелігін әдемі субтитрмен қою, бұл бұрын неде жазылып қалған, соны өзгертуге болады. Мысалы, мен өзімнің аты жөнімді жазып қояйын. Қадымғы PowerPoint-та жасаған сияқты осылай жасауға болады. Енді келесі бетке өтеміз. Келесі бетте мына жерге мысалы не жазғымыз келеді, өзіміздің қалаған затымызды бұл жерде де жазуға болады. Әртүрлі, мысалы, сабақтың тақырыбын, уақыттың шектеулеріне байланысты көрсеткен сияқты бәрін солай жазуларыңызға болады. Енді мына жерде тақтада сабақтың мақсаты деп жазуға болады. Міне мәтінді тақырыпты алып қоса берсеңіздер болады. Мінекей өзгертуге өткенде, міне әдемі болып осылай өтеді. Бүгінгі сабақтың жоспары осындай болады деп жасауларыңызға да болады. Енді мына жерде тағы да осылай жаңағы не айтқыларыңыз келеді, мына жерге соны жазуға болады. Мына жерден тағы сурет өзгертуге болады. Мінекей осы суреттерді алуға болады. Мысалы, міне, көрдіңіздер ме? Суретіңізді үлкейтуге және кішірейтуге болады. Қадымғы өзіміздің PowerPoint-та жасаған сияқты. Енді келесіге өтетін болсақ, енді мына жерде тағы тақырыптың аты керек болса, осы жерден жазуға болады, керек емес болса, удалить етіп алып тастауыңызға да болады. Компьютеріңіздің сол жағын бассаңыздар, делетемен өшірсеңіздер болады. Және бұны егер әдемі шықпай қалса, осылай қысқартып, әдемілеп жазсаңыздар да болады. Жаңа айтып өттік қой, алуға да болады. Міне, тақырыптың жаңағы нелерін жазған кезде осылай түстерді және нелерді қоюға болады. Келесі бетте енді мына жерден өткен кезде мышкамен тағы өздеріңізге керекті сабақ жоспары бойынша осы жерге әкеліп суреттерді салып қойсаңыздар болады. Мына жердегі тексттерді өзгертуге болады. Осылай ары қарай жұмыс жасауымызға болады. Енді біз жұмыстың бәрін жасап болдық деп ойлайық. Болмаса мен мына жерге тағы өзімізге керек видео қойғым келіп тұр дейік, мысалы екінші бетке. Ол үшін мына жердегі видеоны басып, осы жерден
YouTube каналым бар менің өзімнің. Сол YouTube каналыма кіріп, бір қандай да бір сөзді болмаса өзімнің жазған керекті тақырыбым бойынша айтылған текст бойынша алсам да болады. Мысалы, мен мына бойынша түсіндіріп айтқан болайын, және осының сілтемесін аламыз. Болмаса, көбінесе мына жерде поделиться деген бар. Осы поделицияны бассаңыздар, қараңыздар. Поделицияны бассаңыздар, мына жерден сілтемесін копировать етіп алуға болады. Және жаңағы жерге апарып қоямыз. Вставить етіп. Және бұны қосу батырмасын басамыз. Осылай біздің видеомыз бұнда да үлкейтуге және кішірейтуге болады. Міне осы жерге қоя салайық. Созып. Не бойынша айтқанын осы жерге тақырыбын өздеріңіз қоя жатарсыздар. Енді осыны қалай сақтаймыз? Бәрін жасап болдық дейік енді. Мен сіздердің бәрі түсінікті болу үшін тек жылдам айтып жатырмын. Өздеріңіз практикалық жұмыста көрсеңіздер болады. Енді мына жерде сәл неғылған, бұлай түсіріп қойсақ та болады. Әдемі тұрады осылай. Енді бұны сақтау үшін, сақтау деп батырмасын басасыздар. Және мына жерге тақырыбы жазылды, информатика деп. Сақтауды басқан кезде осы жердегі қалаған өзіміздің сайттарға жіберуімізге болады. Болмаса әлеуметтік желіге жіберуіміз керек. Себебі бұл программаны ақылы болғандықтан біз оны скачать етіп, жаңағы неғып ала алмаймыз. Видео туралы видео қылып сақтап алу үшін оны сақтаған кезімізде бізде шықпай қалады. Сондықтан біздер сілтемесін ғана аламыз. Мен сілтемесін копия қылып аласыздар да, міне болмаса мышканың сол жағыменен және өзіміздің басқа браузерге қойып көрейік айтылған шығарған немізді. Міне сол кезде сіздерге экрандарыңызға осылай шығады. Бұны көбінесе ашық сабақтарда, болмаса жарыстарға барғанда, портфолио жасағанда осындай сілтемемен барып, өзіңіздің неңізді көрсетсеңіздер болады. Мына жерге енді тақырып жазған жоқпыз жаңа, сол бойынша жазып кетесіздер. Қандай әдемі 3D форматында осылай өзіңіздің сабағыңызды, болмаса портфолиоларыңызды әдемі қылып осылай көрсете аласыз. Бұл кейінгі заманауи мұғалімнің шығармашылық жұмыстары деп білемін. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ұнап жатса. Ары қарай келесі сабақтарымызда көріскенше сау саламат болыңыздар.